құтты болсын, өмірің ұзақ болсын, денің сау болсын. Әр уақытта биіктерден Астанаға көшейін деп жатсың. Көшің құтты болсын. Қайда жүрсең де аман бол жаным. Абыройлы еңбекпен зейнетке шығып жатсың. Жас мерейтойың құтты болсын. Зейнетке шығып жатсың. Бәрі ұзағынан болсын. Ұзағынан бала шағаларын қызын көре беріңдер. Зейнетке жастарын тағы да құтты болсын. Әлмейді. Құрметті Серік досым, мына бүгінгі 60 жасың құтты болсын. Бейнетіңнің зейнетін көр, өмірлі бол, ұрпақты бол. Ескі досымыз екеуміз 100 жасаңдар, ұрпақтарыңмен 1000 жасаңдар. Қайда жүрсеңдер, аман жүріңдер, ақ жол.
білімнің шыңдарына көп жеткенсіз. Бүгін міне құрметті демалысқа ақ тілекпен, мақтаумен беттеліңіз. Қол соғып, қошеметпен қарсы алайық, сөзіне тәнті болып таңқалайық. Ұлағатты ұстазы сахнаға төрге шығып, төрлеуін сұрағайық. Кешіміздің кейіпкері Жұмабай Серік Жеткербайұлын құрметпен сахна төріне шақырамыз. Қошеметтеп отырайық. Өмірдің саңқараулы соқпағы бар, әркімнің тағдырына бұйыратын. Мерейді үстеметер шақтары бар, көктен кеп шуақтайын құйылатын. Өмірге келгеннен соң адам болып, ізіңе өшпес үлгі қалдырасың. Еңбекте абыройлы адал болып, маңдайда бақ жұлдызын жандырасың. Қиындыққа қарсы тұр қас қақпағын, жұмсалуға қашанда тиіс күшің. Абыройдың шыңына асқақтағын, алқынбай шығуға кез тиістісің. Өзгелерден қалдырмай қамшылатқан, зымыраған сынаптай бұл бір уақыт. Тер тамшысын маңдайдан тамшылатқан, ел үшін еңбек ету мың бір бақыт. Ендеше Серік ағайымыздың өмір жолын бір шолып өтейік. Жұмабай Серік Жеткербайұлы 1963 жылы 1 қаңтарда Арал ауданына қарасты Ұялы ауылдық кеңесінде дүниеге келген. 1970 жылы Кәукей ауылындағы номері 225 орта мектеп табалдырығын аттап, 1977 жылы 8 жылдық мектепті тәмамдады. 1977-1980 жылдары Қазалы қаласындағы номері 17 мектепте білімін жалғастырды. Мектеп бітірісімен еңбекке араласып, Қызылқұм кеңшарына жұмысшы болды. 1982-1984 жылдары Орынбор қаласында Совет әскері қатарына азаматтық борышын өтеп қайтты. 1985-1988 жылдар аралығында Қызылорда политехникумында білім алды. 1988-1989 жылдарда Кеңшарда есепші, 1989 жылдан бастап номері 225 орта мектепте дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болып жұмысқа қабылданды. 2005 жылы Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетін дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша бітірді. 2005-2014 жылдар номері 225 орта мектепте директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, 2014-2019 жылдар директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары, 2019 және 2020 жылдарда ұйымдастырушы педагог болып қызмет атқарды. Еңбек жолында көптеген марапаттар мен мадақтауларға ие болды. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі бола жүріп, ауыл халқы арасында спорттың дамуына үлес қосты. Қазақша күрестен мектепте үйірме ашып, шәкірт дайындады. Шәкірттері аудандық облыстық жарыстарда топ жарды. Өзі қазақтың ұлттық ойыны тоғызқұмалақ ойынынан халықаралық сайысқа қатысса, шәкірттері облыстық республикалық жарыстардан жүлделі оралып жүрді. Отбасылы жұбайы Елкен Үйскүл екеуі 3 қыз, 2 ұл тәрбиелеп өсірді. Қоғамдық қызметтері. Жұмабай Серік Жеткербайұлы педагогикалық жаттықтырушылық жұмысымен қатар қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, туған жердің дамуына үлес қосып жүр. Кәукей ауылында өтетін барлық шаралар мен науқандарға ауыл халқын жұмылдырып, бірліктің үлгісін көрсетіп келеді. 2019 жылдан бері Қызылқұм ауылдық округі бойынша жергілікті қоғамдастық төрағасы. Еліміздегі саяси қоғамдық науқандарға жергілікті жердегі сайлау, тағы сол сияқты шаралар кезінде ауыл халқын ұйымдастырып, түгел қатысуға атсалысып келеді. 2012 жылы Кәукей ауылы күнін атап өтуді ұсынып,
алғаш рет өтуіне мұрындық болған ұйымдастырушылардың бірі. Қазіргі кезде дәстүрге айналған ауыл күнін атап өту Қазалы ауданындағы көптеген ауылдарға үлгі болып, ел арасында ұйымшылдыққа бастар шаралардың біріне айналды. Кәукей ауылындағы Жанқожа баба атындағы мешіттің салынуына ұйытқы болған азаматтардың бірі. Сонымен қатар, жыл сайынғы мешіттің жөндеу, жылу мәселесін демеушілер тартып, үйлестіріп жүр. 2025 жылы ауылдық мешітті күрделі жөндеуден өткізуге басшылық жасады. Ауыл көлеміндегі қайырымдылық өткізуге үнемі атсалысып келеді. 2025 жылы номер 225 орта мектепке демеушілер тауып, музыкалық аппарат алуға ықпал жасады. Ковид пандемиясы уақытында балалар қашықтықтан оқыту режиміне көшкен кезде демеушілікке кәсіпкерлерді тартып, әлеуметтік топтағы оқушыларға 20 ұялы телефон алып беруге бастама жасады. Қоғамдық қызметі үшін марапаттары 2019 жылы Қызылорда облысы әкімінің алғыс хаты иегері, Қазалы ауданының 95 жылдығына арналған мерейтойлық медалімен марапатталған. Барша жиналған қауым және ауыл қонақтары, ұжымдағы жасы үлкен әріптестерімізді зейнет демалысына шығарып салу рәсімін жасау, ол бұрыннан келе жатқан қағида. Осыған дейін де зейнетке шыққан әрбір ұстаздарымызды құрметтеп, ел алдында ұлықтап жатқанымыздың талай рет куәсі болдыңыздар. Дәл сондай құрметке лайықты ұстазымыз, Серік ағайымыз бүгін міне зейнет демалысына шыққалы отыр. Бастаған өз аймағын жақсылыққа, ұрындырмай дағдарыс тапшылыққа, іскер басшы қашанда елге мақтан, жақсысымен ілініп, жақсаққа дикеле, бүгінгі абыройлы еңбектен құрметті зейнетке атты салтанатты жиынымыздың алғашқы құттықтау сөз кезегін ел ағалары, аудан әкімінің орынбасары Сүйеубаев Жалғас Оңғарұлын және де мәслихат депутаттары Әбдуәли Өмірзақұлы мен Райымбек Болатбекұлын сахна төріне шақырамыз. Құрметті ағайын, қадірлі жерлестер, бүгін Серік Жеткербайұлы ағамыздың зейнеткерлікке шығу рәсіміне жиналып отырмыз. Осы Кәукей ауылының халқының, мектеп ұжымының, әкімшіліктегі әріптестеріміздің ауызбіршілігін тағы бір тәнті болып отырмыз. Бүгінгі осы Серік ағамыздың зейнеткерлік жасына аудан әкімі Алмасбек Әбілқасымұлы, аудандық мәслихаттың төрағасы Ғазиз Әлмәбетұлы келу керек тұғын. Енді күні кеше облыс орталығына іс-сапарға шыққан, сол жұмыстары бітпей, бүгін енді сол әріптестеріміз аудан әкімі маған тікелей тапсырма берген, сол кісінің атынан осы Серік ағамызды құттықтап зейнеткерлік жасымен барып қайтуға. Құрметті ағайын, енді адам баласы өмірге келгеннен кейін өзінің дәрежесінде санасына сіңетін білімін алып, одан кейін жоғары оқу орнын тамамдап, белгілі бір мамандықтың иесі болып, бір басын екеу қылып, Алла тағаланың берген ниетіне сәйкес өмірге ұрпақ әкеліп, ол ұрпақты өзінің дәрежесінде оқытып, білім беріп, бір басын екеу қылып, ұрпақ сүйіп, оның ар жағында зейнеткерлікке шығып, мәуелі бәйтерекке айналу, ол әрбір осы жердегі жалпы адам баласының парызы деп есептейміз. Сол бүгін Серік ағамыз осы сатылардың бәрінен өтіп, өскелең ұрпаққа тәлім тәрбие беріп, білім нәрімен сусындандырып,
өзінің жаңағы жүргізуші айтқандай оқушылары, шәкірттері үлкен облыстық, республикалық дәрежеде жарыстарда, сайыстарда өнер көрсетіп жатыр. Соның бәрі осы Серік ағамыздың үлкен өмір бойғы жинаған тәжірибесінің арқасы, еңбегі деп білеміз. Серік аға, осы өмір жолыңызды жаңа жүргізушіден тыңдап отырмыз. Ұрпақ сүйіп, 5 баланы өмірге әкеліп, оны тәрбиелеп, әрқайсысын жаңа сұрап жатырмын өзіңізден. Біреуі Қызылордадағы Назарбаев мектебінде мұғалім деп жатсыз. Бір балаңызды колледжде деп жатсыз. Бір балаңызды осы Астана қаласында ішкі істер бөлімінде деп жатсыз. Оның барлығы сіздің берген тәрбиеңіздің арқасы. Сондықтан Алла тағала әр кезде сізге денсаулық берсін. Бейнеттің зейнеті деп айтады қазақ атамыз. Бейнетіңіздің әр қарай осы зейнетін көруді Алла тағала жазсын. Елге осындай ауызбіршілік жасап, бірлікке, осы қоғамдастықтың төрағасысыз. Елдің әр кезде кешегі саяси науқандарда біздің облысымыз 20 облыстың ішінде бірінші орын алса, 220-ның үстінде Қазақстанда аудандар болса, біздің Қазалы ауданы соның ішінде осы кешегі саяси науқанда жақсы көрсеткіштерге жетіп бірінші орын иемден. Оның барлығы осы сіздердің, осы Серік ағамыз сияқты қоғамдастық төрағаларының, ардагерлеріміздің, үйдегі аналарымыздың, әрине бірінші кезекте осы ұстаздарымыздың ауызбіршілігінің өскелең ұрпаққа беріп жатқан тәлім-тәрбиесінің арқасы. Сондықтан әркез еліміз тыныш болсын, берекелі, бақытты ғұмыр кешуді Алла тағала жазсын. Барымызға Сәке, Серік аға, зейнеткерлік жасыңыз тағы да құтты болсын. Енді біз мына аудан әкімінің, мәслихаттың төрағасының құттықтауы және де құрмет грамотасы бар еді, соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Құрметті Жұмабай Серік Жеткербайұлы, ауданымыздың әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан ерекше үлесіңіз үшін сіз Қазалы ауданының құрмет грамотасымен наградталасыз. Қазалы ауданының әкімі Алмасбек Есмаханов, Қазалы аудандық мәслихаттың төрағасы Ғазиз Әліш. Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін бір енді қуанышты күн болып тұр ғой енді. Мына Жеткербай көкемнің әулетінде үлкен бір Ақбиенің қанын жанып жатыр. Мына біздің Серік Жеткербайұлы бүгін міне алғышқа келіп, құрметті еңбек демалысына шығып, өзінің азаматтығын көрсетіп, жаңағы өмір баянында ұялда туған болмаса, бүкіл өміріміз Көкейде өткен екен. Сондықтан енді Көкейдің нағыз азаматы ғой енді. Қуаныштымыз. Шүкір азаматтығы да, бұлай елдің арасында құрметтігі де, біреуге істеген жақсылығы да барлық жағында енді Серікке жақсы баға беруге болады. Өзімізді жақсы көреміз. Сондықтан Сәкеннің бүгінгі дәрежесі енді жастың соңы кәмелеттің басы деп айтуға ертерек шығар енді.
деген менде шүкіршілік. Енді осы ауылға келсек қуанышқа келеміз, жақсылыққа келеміз. Бұл да соның бірі деп ойлаймыз. Мына қуанышы тәкенің құтты болсын, соңы болмасын. Сіздерде де әлде талай зейнеткерлер осындай құрметпен шыға берсін. Тілекшіміз тек қуаныш болсын ауылда. Лебіздеріңізге рахмет. Келесі тамашалайтын әндеріңіз сіздердің құрметтеріңізге арналады. Мектептің музыка пәні мұғалімі Ерпылатұлы Рахаттың «Менің ағам» әнін тамашалаңыздар. Bir ağız söz ağam var деген ой деп жаттай күледі анау мынау есіктеріңді менің ағам қақпай кіреді ағам менің алда жүреді сондай болу арман еді мен ағамдай бола алар едім алла біледі ей алла біледі
қашанда ұмытпаған. Бір ұжымда тер төгіп еңбек етіп, ұрпақтарды ұлы іске бағыттаған дей келе, нөмірі 225 орта мектептің директоры Жакенов Бақтыбай Жаңабайұлы және кәсіподақ ұйымының төрағасы Машай Абай ағайға мектеп ұжымын сахна төріне шақырамыз. Ауданымыздан келіп отқан ел ағалары, ауылымыздың осы кешке келіп отқан қонақтары және де ұжымдастары. Бүгінгі мынау Серік ағамыздың зейнет жасына барлықтарыңыз қош келдіңіздер дейміз. Сәке, мынау сіздердің жүріп өткен жолдарыңыз, еңбек жолдарыңыз және марапатқа лайықты жолдарыңыздың бәрін жаңа әріптесіміз, жүргізушілеріміз айтып өтті. Енді сізге осы жасағаныңыз келген бедетіңіздің алдағы уақытта зейнетін көріңіз. Мына көрінген балдардың қызығын көріп, әрдайым төбеңіз көкте, әрдайым осы балдардың қызығына тоймай жүре беріңіздер. Міне осы кешімізге ауданымыздан ел ағаларымыз келіп отыр, аудан депутат ағаларымыз келіп отыр. Бұндай осындай кешті әрдайым әр қосарда отқан қонақтарымыздың барлығына жұғысты болсын. Осындай зейнет жасқа шығу барлығына жұғысты болып, әрдайым осы еліміздің қуанышы таусылмасын, әрдайым осындай тойымыз көп болсын. Бүгінгі зейнет жасыңыз тағы да құтты болсын. Әріптестеріміз жаңа біраз сіздің жолдарыңызды айтып өтті. Енді бұны қайталап айтудың да бұл сөздің ары қарай көп созып не қылмайды. Сізге барлығы құтты болсын, әрдайым жолыңыз ашық болып, ортамызда үлкен болып жүре беріңіз. Құттықтау. Құрметті Серік Жеткербайұлы, сізді ұзақ жылдар бойғы қажырлы еңбегіңізбен, білім саласына қосқан үлесіңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгін сіздің зейнеткерлікке шығуыңыз тек жеке өміріңізде ғана емес, біздің мектеп ұжымы үшін де маңызды жай. Сіз әрдайым шәкірттеріңізге тәртіп пен еңбекқорлықтың, достық пен шын ниеттің үлгісін көрсетіп келдіңіз. Жолдасыңыз Үйскүл апай екеуіңіз бірге отбасыңыздың бақытына бөленіп, ұл қыздарыңыз бен немерелеріңіздің қызық қуаныштарына кенелетін кезеңдеріңіз көп болсын. Сізге мықты денсаулық, бейбіт өмір, отбасыңыздың амандығы мен әрбір күніңізге қуаныш тілейміз. Мектеп ұжымы сізге және сіздің отбасыңызға шынайы құрмет пен жылы лебізін білдіреді. Жеміс берсін тер төккен еңбегіңіз, бақыт болсын әрдайым көргеніңіз. Дәулет пен мейіріңіз таси берсін, арта берсін абырой беделіңіз. Өнегемен өріліп еңбегіңіз, ұзақ жылғы өтелді бейнетіңіз, пайғамбардың жасына келіп тұрсыз, құтты болсын бүгінгі зейнетіңіз. Ізгі тілекпен номер 225 орта мектеп ұжымы. Серік ағайымызға қазіргі үйге қимаймыз. Шапанды қазіргі жастардың шапанын жауып алырмыз. Құттықтау. Құрметті Серік Жеткербайұлы, сізді зейнеткерлік жасқа толу мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақстанның өскелең ұрпағын тәрбиелеу жолында сіз ізгілікті істеріңізбен үлгі өнеге көрсеттіңіз. Болашақтың әрбір азаматының бойына асыл қасиеттерді сіңіру бағытында жүректің нұрын, ақыл ойдың сәулесін шашып жұмыс атқардыңыз. Білімдар ұрпақ тәрбиелеп, қоғамдық жұмыстарға қосқан үлесіңізге ризашылығымызды білдіреміз. Әрқашан мерейіңіз үстем,
мәртебеңіз биік, денсаулығыңыз мықты болып, отбасыңыз аман, төңірегіңіз түгел болсын. Құрметпен облыстық кәсіподақ комитетінің төрағасы Гүлнар Есқалиева. Елеулі еңбегіңіз ұшан теңіз. Саналы ғұмырыңызды шәкірт тәрбиелеуде өткізіп, сол еңбегіңіздің бүгінгі таңда зейнетін көруге қол жеткіздіңіз. Мерейлі мерекеңізде деніңізге саулық тілей отырып, бала тәрбиесіндегі баянды еңбегіңізге алғыс білдіреміз. Аудандық білім бөлімінің басшысы Жүлегер және аудандық білім қызметкерлері кәсіподақ комитетінің төрағасы Әбіш Раман. Құрметті бүгінгі тойға жиналған қауым, Кәуке елді мекенінде бүгін дүбірлі үлкен той болып жатыр. Ол мынау көптен өзіміздің алдымыздағы ағамыз, Серік ағамыздың зейнетке шығу мерейтойы. Бұл кісіге айтылатын тілек те көп, айтыла да береді. Бүгінде, ертеңде ендігі мен бір кішкене естелік айтып жіберейін. Өткен өмірде ізі көп болады. Соңында кейбір біреу білер, біреу білмейтін жерлерде болады. Біздің бағана таныстырылым кезінде айтып жатыр, аудандағы спортқа Серік ағамыздың қосып жатқан үлесі көп. Соның өзін білетін, көпшілік білмейтін бір құпиясын айтып жіберейін. Мектепке жұмысқа тұрғаннан кейін ауылда, ол кезде аудан көлемінде тоғызқұмалақ деген мүлде болмайтын. Сол кезде Басқара елді мекенінде Мұхтар Сәлменов деген ағамызбен бірге Кентау қаласына барып, экскаватор шығаратын заводта бір патриот кісі сол жерден экскаватордың пластмассасын шығаратын цех бар екен, цех жұмыс істейді екен. Соның бір цехында сол бір фамилиясын ұмытып қалдым, бір кісі сонан тоғызқұмалақтың кәдібін жасап, сол жерден насихаттап жүрген. Сондайлармен байланыс жасап, Мұхтар Сәлменовпен осы Серік Жеткербайұлы екеуі барып, сол жақта бір апта жатып, соған тапсырыс беріп, сонымен 120 тоғызқұмалақ әкеліп ауданға таратқан. Сөйтіп, аудандағы барлық мектептерге семинар өткізіп, аудан көлемінде облысқа барып, семинарларға қатысып келіп, осы екі кісінің бұл кезде өзімізде қатыстық. Біраз тоғызқұмалақтан жарысқа бардық. Басқара елді мекенде атаулы мектеп ашылды сол кезде тоғызқұмалақтан. Сондай Сәкеңнің жұрт білмейтін бір қыры бұл. Сөйтіп аудан көлемінде тоғызқұмалақтың дамуына бірден бір үлес қосты. Өте халықаралық жарыстарға қатысып чемпион болды. Оқушылардың өзі республикада чемпион. Әлі де осы кездерде көптеген, мысалға Шыңғыс Тәуекелов дегендер, тағы тоғызқұмалақтың қазір Қазақстан Республикасында біраз мықты шәкірттері жүр. Менің айтайын дегенім осы, Сәке, мынау зейнет жасыңыз құтты болсын. Әлде де сіздің жастарға береріңіз көп. Қазір әлеуметтік желі бар, басқа бар. Бізден зейнетке шыққанмен, басқа жаққа барғанмен осы Кәуке төбесінде қосатын үлесіңіз көп деп ойлаймын. Ал алдын қарба қайда жүрсе, соң қарба сонда жүреді дегендей, жастарымыз үлкеннен үлгі алып, осындай дара жолмен жүре беріңіздер. Мына тойға келген тілекші қауым барлықтарыңызға құтты болсын. Кете бардым жүрегімнен оталып, келді дағы бір өзіңе ұқсағым декеле. Өзіңіздің шәкірттеріңіз номер 225 орта мектептің ұстаздары Көбекова Гүлжайна мен Сағымбаева Жансәулені ұстазы мәнімен сахна төріне шақырамыз. Қабыл алыңыздар. Stop.
Ұстазым менің ұстазым, өзім менікен ұштазым, қалдырға тізем мәңгілік, жанымда тұрар жан қадір. Ұстазым менің ұстазым, ұстазым менің ұстазым, өзім менікен ұштазым, қалдырға тізем мәңгілік, жанымда тұрар жан қадір. Ұстазым менің ұстазым, ұстазым менің Елін көріп азаматын танисың, сеніміне жігеріңді жанисың. Береке мен ынтымаққа ұйытқы болып, туған елдің ықыласына жарайсың дегеле. Ендігі сөз кезегін мектеп ардагері, ауылдық ардагерлер кеңесінің төрағасы Мешітбай Дөңес Кенжебайұлына және Алматы қаласынан келген Сабыр Зәріп Төлегенұлына беріледі. Бүгінгі үлкен рәсімге ойдан қырдан жиналған қауым, құрметті ауылдастар және 225-ші орта мектеп ұжымы, сонымен бірге біздің қуанышымызға ортақтасып келіп отырған, ауданнан келіп отырған, мәртебелі ел үстінде жүрген, елеп ескеріп келген інілерімізге, қадамдарыңызға нұр жаусын. Әр уақытта осындай ісіміз, бірлікте тойымыз мыңдық болсын. Құрметті ағайын, әрине ол өмірдің заңы, зейнетке шығу керек, өмірге келу керек. Ал енді әңгімені көп созбайын, қысқалап айтқанның өзінде де біз енді Серікке шамалы тоқтамасақ болмайды. Серік елдің азаматы. Серік жалпы елдегі, анау енді мен осы жерге 95-ші жылы келдім, 96-ға қараған жылы. Сол кезден бастап енді әрине елмен араласып жатырмыз ғой. Дегенменен жанымда болды мына қапталында тұрған Зәріп екеуі. Бірден бір елдің ұйытқысы болған. Кез келген шаруада біздің Серіктің болмайды дегенін естіген жоқпын. Осы халық соның барлығына куә. Сонымен бірге іске аспай қалатын шығар деген сияқты мәселе тағы болмайды. Көрейік та ағай дегеннен басқа ештеңе жоқ. Ал енді істің кез келген уақытта алға қарап жүруі, ол ұйымдастырушыға байланысты болатын болса, ал енді осы кәукейде өтіп жатырған, қоғамдық негізде атқарылып жатырған, әсіресе соңғы кезде қоғамдық іске деген елдің де назары нашарлап, ұйымдастыру деген қабілетке байланысты мына халқымыздың да алдыға шығып осы сөйтейікші, бүйтейікші деген сияқты ұмтылысты азайған кезінде осы елдегі бірден бір авангард дейтін едік баяғыда коммунист кезімізде. Біздің авангардымыз Серік. Ал анау мешіт салу бар, басқа бар, жаңа барлығын айтып жатыр. Сондықтан Серік інім, өзіңнің бір сабырлы, отыра бер. Өзіңнің бір сабырлы, қанағатшыл мінезіңменен және бұның бірден бір адам үлгі алатын бірден бір қасиеті, кез келген нәрсені талқылағаныңда біздің әркімнің өз мінезі болады. Мен мысалы үшін шамалы кейбір нәрселерге шыдамай кетемін ғой, енді қан сұйықтау ма. Ал енді Серік барлығы болғанша отырады ғой, оны білесіңдер ғой, ұжым куәміз ғой. Болғаннан кейін барып бір 2-3 ауыз сөзбенен бағанағы біздің 1 сағат талқылаған нәрсеміз өзіне өз жолға түсіп кете береді. Бұл да бір оның қабілеті шығар, ол Алланың берген оған құдіреті шығар десем де болады шығар. Бірақ соны ұтымды пайдалана алу және оны ортаға салу. Мен енді сөзінің арасында айтып кете берейін. Жаңа әннің шумағында арақат айтып жатыр ғой. Біз де ағаларымыздай болалар ма екенбіз деп. Боласың. Ол үшін ішіңдегіңді қалдырмай, елге жайып салып,
сосын алдыға қарап, қазіргі жастарда емес, кішкентай ұмтылыңқырап, алдын анандай жерге таман барып тұрсаң, халық өзі барады ғой. Ал қазір не істейміз? Жоқ, кейінден кіріп, біреуінің артына біреу деген сияқты. Мен бұны ылғи айтамын. Өйткені бүгінде үлкен бір тәрбиелік істің келешегімізге кемел болатын. Үлкендеріміз қайтып қартайып жатыр. Үлкендеріміз зейнетке қайтып шығып жатыр өзі. Не болып жатыр өзі? Деген сияқтының талқыланатын күні, ертең үлкейгенде мен де сондай болармын деп адамдардың ұмтылатын күні. Сондықтан соны елеп ескеріп, аудандық жаңадан келген әкіміміз Алмасбек Әбілқасымұлына рахмет. Оған кеуіл бөліп және өздеріңіздің мынау ғазиз дауысы келем деп жатырған рахмет. Елдің шетінде болсақ та, сояқта бір үлкен ел бар деген сіздердің ниеттеріңіздің өзі біздің арға қарап мына еліміздің, жастарымыздың ұмтылуына сеп болады деймін. Ал енді ағайын, тойларымыз тойға бассын, айта берсек әңгіме көп. Дегенменен Серік жүрген жерінде жан-жағың аман болсын. Осы көрінген балаларым Құдайға шүкір, солардың қызығына ескіл екеуің отырып тең той аттап, ағайындарың аман болып, ылғи да біз сенің қуаныштарыңның куәсі болайық. Рахмет ағайын. Құрметті ауылдастар, 225 мектептің жұмысшылары, сіздерді көргенімізге қуаныштымын. Мынау болған себеп, мынау сәкеннің күні зейнет тойы, зейнеттің зейнеті 30 жылдан астам бір мектепте қызмет жасап, зейнет жасына келіп жатыр. Ал енді Серік өзің жайында барлық жақсы сөздерді, сенің барлық қырыңның барлығын айтты. Бәкеңнің өзі сенің бар жұмыстарының барлығына анализ беріп, осынау жүргізушілер де барлығы сені қандай мақтау болса да лайықтысың. Сенімен бірге бір ұжымда жұмыс жасадық. Осы елдің спорт залы жоқ, мектеп болдық біздер. Тек қана далада ғана жұмыс істейміз. Соны балаларды алып барамыз, екеуміз менен бір 2 жыл кейін келді бұл мектепке. Намысымыз келеді, ана балаларды алып барамыз, балаларымыз не қылып қалады, ұтылып қаламыз. Соны ойлаймыз, келгеннен кейін ойласамыз, бұл не болдық, мынау? Біз не үшін жүрміз мына жерде? Осы балаларды қалай қылғанда әйтеу шығаруымыз керек қой. Соны біз шығардық осы жерден, осы мектептен. Сол әйтеуір кеше 2011 жылы мектеп спорт залы ашылған уақыттарда біздің балалар қуанды. Мынадай жағдайда, мынадай неге келгеніміз. Өзі спорт инвентардың барлығын бағана албай 9 құмалақтығын айтып кетті. Бұл қандай спорт не бар, инвентар бар, соның барлығын аудандағыларменен, облыстағылармен бартер жасайды. Брусияны автобусқа салып алып келеді. Мына екі орта жол жоқ, автобус салмайды ананы. Соның барлығын түйірлеп жинады осы мектепке. Оның нәтижесін берді. Сол балаларды әйтеуір облысқа шығардық. Республикада танымал болды кейбір шәкірттеріміз. Соның барлығы Серіктің еңбегі қажымас. Соның өзінің қайтпас бір арнаға спортқа бағыт алды. Соның барлығын әйтеуір елдің қамы үшін, елдің баласының әйтеуір сол. Біз балаларға былай деп айтатын едік. Сендер бізге қарай қашпаңдар, сендер алдыға қарай қашыңдар. Сендерді қояйық. Солай тәрбиеленіңдер деп. Шүкір ғой, жақсы болды барлығы. Сондай Серіктің енді бір мектептегі ұстаздық жолы ғой енді. Оның қоғамдық жұмыстарының барлығын жаңа баға беріп жатыр. Елдің адамысың, халықтың адамысың. Сәке дегендей мынау зейнет тойың құтты болсын. Алдағы уақытта сол ұлғызыңның ортасында жақсы, әдемі ескіл екеуің өмір сүруіңе, құрметті ақсақал атануыңа, елдің ықыласына бөлінуіңе тілекшіміз. Құрметті бол. Рахмет ағайлар жылы лебіздеріңізге, сіздердің құрметтеріңізге мектеп ұжымының музыкалық сәлемін қабыл алыңыздар.
бүгінші күн, қайсар жанды көріп отыр ел бүгін. Жаңалыққа жар жекенін танытып, қауышуда жұртшылықпен кеп бүгінде келе, ендігі сөз кезегін ауылдағы Әнуарбек ағамыз бастаған ел ағаларына сөз кезегін ұсынамыз. Қауым, бүгінгі себеп Серік ағамыздың осындай ұлағатты ұстаздық еткеніне 30 жыл, 35 жылдың көлемінде елге елеулі еңбек жасады. Келген қадамдарыңыз құтты қадам болсын. Осы кештің құрметті қонақтары және аудан басында және жанында жүрген азаматтар елге жасаған сапарларыңыз сәтті болсын. Қадамдарыңыз құтты әрі қайырлы болғайын. Ал енді сәке, ертеден бері сізді қалай айтса да, қалай ұлықтаса да сізге жетіп артылады, сия береді бойыңызға. Осы елдің бір перзенті болып табыла білдіңіз, жақсылықтың жанында жүрдіңіз, болатын істің басында жүрдіңіз, елге өнеге болдыңыз, үлгі болдыңыз сәке. Өмірге бала алып келдіңіз, жас ұрпақ тәрбиеледіңіз, Искүл апа екеуіңіз оны жетілдіріп, бүгінгі таңда алда Астанада, облыста, аудан көлемінде жүріп жатқан жайы бар. Сол сіздің балдарға берген саналы тәрбиелеріңіз, саналы бағыттаған бір сәттеріңіз деп ойлаймын. Ал енді бүгін сәкеңе не айтса да жараса береді. Алдыңғы бүгін ағалар айтып кетті ғой, Дөңес ағамнан ешқандай сөз ауыспайды. Енді соның ішінен тауып айтуға біз тиістіміз. Бүгін Мыржекен келу керек себептермен келе алмай қалып жатыр. Ал енді сәке, ұлықтың күнің құтты болсын. Қай кезде де ұлықтауға, ауданда, облыс көлемінде болсын, қай деңгейде болса да ұлықтауға лайықтысыз, әбден лайықтысыз. Сіздің әрбір жасаған туындыңыз, өміршеңдігі сол 15 жылдың жобасында сол жақсы ниетпен ізгілікті жолда жалғасын тауып келе жатыр. Аудан көлемінде талай осы ауылға келгенде, елге келгенде, Каукейге келсек бір семинарға келгенде боламыз деп айтып жатыр. Ең бірінші осы Каукейдің басында Каукей күні атанды деп. Сондықтан кейінгі кезеңдерде кезек-кезек елді мекендерге жұғысты болып жатқан жайы бар. Сондықтан да сәке сізді ел ұмытпайды. Өміршеңдігі сол жасап кеткен дүниелеріңіздің мағыналы, мәнді істеріңіздің бүгінгі таңда мазмұнына куә болып, нәтижесін көріп, ел сол істеріңіздің игілігіне тән риза, қай жерде жүрсеңіз де аман болыңыз. Еліне қарап, азаматына қарап, елін таниды дейді ғой. Сізде кісілердің қатары сиремесін, көбейе берсін. Елдің басында той тарқамасын, аспанымыз ашық болсын, бейбітшілік заман болсын. Ел іргесі бүтін болсын, ылғи да жақсылықта қауышуды Алла нәсіп еткей. Жұмабаевтар әулетіне ылғи жақсылық тілеймін. Қай жерде жүрсеңіз де аман болыңыз. Қызметтен зейнетке шығып, ат арқасына қонып, енді ақсақалдылық жолда жұмыс жасап жүре беріңіз. Елдің ынтымағына, береке бірлігіне, татулығына үнді жасап жүре беріңіз. Алла қуат берсін сізге. Рахмет. Ізгі тілегіңізге рахмет. Келесі тыңдайтын әндеріңіз көңіл толқына орындайтын мектептің әлеуметтік жұмыс жөніндегі педагогі Ағдәулет Арай.